Штаб деген болады СИЗОға кірген кезде, андай бастықтар отыратын жер. Сол жерден воротамен кіргізеді. Жерде қателеспесем бір 25-30 адамдай жатты жерде. Біреусі халатпен жатыр, біреусі андай больницада киіп алады ғой. Сыртынан инфекция жұқпас үшін сондаймен жүр. Біреулер вообще киімсіз жүр. Біреулер мынандай баклажкамен жүр, ішінен қан ағатындар. Біз жерде жаттық, біздің очередь келді, кіргізді бізді ішке. Бастарын төмен ұстаңдар деді. Бір-бірін шақырып жатты, этап келді, шығыңдар, этап келді деп. Кірдік, уже андай наручник шешті қолымыздан. Біз Санжар, Жәдіге, Ануар и Алена деген 4 адам келді. Қызды басқа жаққа алып кетті, біз үшеумізді ласточка дейді ғой. Аяқты ашып, қолды аспанға көтеріп тастайтын. Соған тұрғызып тастады. Балдардың айтуы бойынша Рүстем деген кісі келіп бастан цепочкамен ұра бастады. Мында шынжыр дейді ғой. Шынжырмен ұра бастады. Қолынан замокта тұрған еді. Ол саусақтардың ортасынан ұрды. ИВС-ның адамдарын күтіп тұрдық бізде. ДВД-ның астында орын болған жоқ, сол үшін прямой Ла-155-18-ге алып кетті. Уже жаңа ласточкадан аяқ ауырып кеткеннен кейін мен жерге отырып алдым. Мен кәмелетке толмағанмын ғой, не істеп жатсыздар деп. Жаңағы Сұлтан деген стажер бала айтты, жігіттер так-так 2 күн таяқ жеді, болды қойыңдар, бәрімізде ашуымызда бар, түсінемін деп. Уже мен қорғай бастады Сұлтан. Оларды сыртқа шығарып жіберді, бізді алып келген оперлер. ИВС-ның адамдары келді, қолды қайырып, өздерінің несіне алып кетті, посттан, 26-шы постын алып кетті. Бас еңкейіп кетіп бара жатқан кезде мен барып стенаға соғылдым, баспен көрмегеннен кейін. Жартылай еңкейіп жүрдік қой біз. Қаққа баратсың, мал о жаққа емес деді. Потом бардық, 26-шы постқа кіргеннен кейін лестницамен көтеріліп, уже жүрмеңдер, жерге жатыңдар, полисковник жүріңдер деді. Бәрімізді бір жерге жатқызып қойды, столдың алдына, қолымыз артта былайынан жатты. Ануран айтты, уже ана жерде қорыққаннан атыңды ұмытып қаласың, не только Ануран. Қол артта жатты, Ануран айта алмадым мен. Азамат деген ИВС-ның сотруднигі шапалақпен ұрды, Ануран білмейсің ба деп. Жатқан кезде арттан Шыңғыс деген қолында дубинкасы бар сотрудник келді. Мен онымен ертесі күн айтты болмаған бірақ атын. Ұрғаным үшін ренжіме деп. Жатқан кезде сол қолдың несінен бас бармаған оны. Мен қолымды жұдырықпен жуып алдым сразу, қайтадан ұрады деп ойладым. Қолымды аш деп 2 рет айтты. Мен ашқаннан кейін уже надан ұрды. Ісігі алып кеткен жоқ бірақ. Денелері полный көгеріп кеткен, үшеуісіне оқ тиген, киімдері болған жоқ мен кірген кезде. Киімдері вообще болған жоқ. Киімсіз 3 күн уақыт жүрді. 3 күннен кейін бізді бөліп тастады ғой, СИЗОға ауыстырғаннан кейін. Мен кәмелет жасқа толмағандармен жатқызды. Ұйықтадық, азанда 6-та оятты бізді. Азанда 6-та оятқан кезде Санжар деген не келді, постовой келді ИВС-тің. Бәріміз бар амандасып жатырмыз ғой. Амандасып, алар доклад білмейді ғой деді, шапалақпен ұрды. Шапалақпен ұрғаннан кейін уже қатты тиген до того, жерге отырып қалдым мен, басым шыңылдап. Жаңағы үлкен кісілерді ұрып, мыналар доклад білмейді деп дубинкамен бастарынан ұрып. Потом камераның сыртынан жауып кетті. Сағат бір 10:30 шамасында отпечаткаға, ковидқа тест тапсыруға бардық. Посттың басына кірдік. Енді кіріп бара жатқан кезде, жаңа ковид тест алатын адам шекеден жұдырықпен ұрды. Не істеп жүрсің деп. Видеоға түсірді. Видеоға не болғанын айтып бердім. Ондай сказканы қарындасың айтасың дейді, маған тауып алдым деген әңгіме. Қиналған кезде уже суицидқа бардық, вот қолдың барлығын кесіп тастады қормас үшін. Мойынды кестік, бірақ мойында шырам қалған жоқ уже. Мойындарыңды кесіңдер, маған десеңдер, тамырларымды кесіп өліп қалдыңдар дейді ИВС-тағылар. Сынған терезе ғой, жаңа айттым ғой мен сізге, сол терезеден осколка дейді ғой, осколкаларды алып уже бір-бірімізді кесе бастадық уже. До того қиналып кеткеннен кейін таяқ жеп. Айтады, тамырларыңды кесіп соны жұтып қойыңдар, өліп қалыңдар бізге десеңдер дейді. Для вас воздух платный, сендерге біз үшін ешкім спрос алмайды, анау-мынау деп өздерінің әңгімелерін айтып. Айтып жеткізе алмаймын ондай ощущение. Үміт болған жоқ шығамын деген. Уже болды. Осы жақта өлетін шығармын. Мен ғана жатқан жоқпын ол жақта, кінәсіз әлі жатыр адамдар, әлі таяқ жеп жатыр. Түнде криктар шығады бізден, күтіп алатын жер ғой, біз күтіп алатын жердің үстінде жатамыз 13-ші постта. Терезеден криктар шығады, клянусь Аллахом деген. Зато ондай тоқ басады, айқайлаған дауыстар шығады түнімен. Ұрғандарында дауыстар шығады, дубинканың дауысы шығады, потом штананшы. Дауыстар қатты естеді, клянусь Аллахом, мен істеген жоқпын, ұрмаңдаршы деген. Құқық қорғау органдары олар аттары. Айтады, құқық қорғау органдары дейді. Бізді ұрып алады да, біздің құқығымызды бұзып. Бізді шығаратын кезде бірақ заңға қарап қалады. Болды қалады, еш нәрсе емес. Ұмытпайсың ғой ондай нәрселерді.